Жаңа Ақсақал болсын кетерім бар, мен Қорғаншы ауылының ауылы Сауыр Рүстем боламын. Жаңағы айтқан Айнабұлақ, Елмен Айнабұлақ үш көшесінде сізге, ереке сізге. Барлығы дайын, сонда жаңа жұмыс басталды. Тоқталды, қаржы жағынан бір жәрдем берсеңіз деп сізден сұрағым атқанымыз бар. Жақсы. Қазір қандай? Сол кісіге алып қосарымды ол біз рахмет көңілден тыңдағанбыз. Сіз кеше маған кірдіңіз, неге жеке қабылдауға мен сізге айтып түсіндірдім ғой. Кішкене күте тұрыңыздар, жұмыс басталады. Басталған нәрсе бітеді, міндетті түрде. Саламатсыздар ма? Әкім мырза, кешіріңіз, аты жөніңізбен атамады деп. Жүр. Иә. Сайрам ауданының тұрғындары, құрметті тұрғындар, бәріңізге сәлем бердіңіз. Менің мәселем, енді былай қарап тұрсам, жеке басының мәселесі. Жеке болса, жеке кірсекші ма? Кешіріңіз, мен сіздің келетініңізді ести алмадым. Естімеймін да, бізге ешкім хабарламайды да. Желіде барлық жерде шығып жатыр. Енді былай қарап тұрсаңыз, жеке деп айтуға болмайды онда. Сенесіз ба? Мен қазір әшейін. Жақсы айтыңыз. Мен сол анау Израильский поле деген жер, Домодықтың қасындағы керемет, сондай шұрайлы жерден біз 2013 жылы мен 2,5 гектар жер алғанмын. Ол жерді алу үшін ол маған оңайдан келген жоқ. Мінекей қазір аннан атырған сексебеттің қасынан осы жерге келгенше миымнан күн өтіп кетті. Өліп қала жаздадым, өзім больницадан шығып келіп отырмын, сіздің келгеніңізді естіп кіріп. Соныменен сондай ыстық аптаптарда, шілденің аптабында суыққа тоңып жүріп сөйтіп алғамын. Бала-шағам деп жанымды аямай сөйтіп алғамын. 2013 жылы алдым, одан бері мінекей 2014 жылы пысымыла деп сол Израильский поледегі 230 гектар жерді бір шешімменен ауыл әкімшілігі арестке қойды. Содан бері әйтеуір шапқылап уралаймыз, құзырлы органдарға барамыз, бүйтеміз, аресттен шығарып аламыз. Қайтадан бір әкім келеді, тағы арестке қояды, тағы шешіп аламыз. Бүкіл Астана барлық жерге бардық. Енді соныменен осы жаңағы Арман сол кісінің тұсында жерімізге ақша беретін болды ғой, жаңағы рыночный ценаменен бағалап, сөйтіп бар жоғы 5 адамға ақша беріпті. Енді бұл білмеймін, мен қазір айтып қарап тұрсам, бір эстафета болып кеткен сияқты да біздің жеріміз. Жақсы, былай жасайық. Енді бір минут сөзіңізді үзейін. Былай жасайық қазір. Осы жиыннан кейін жеке қабылдайық. Сіз келіңіз маған құжаттарын көрсетіңіз. Сол жерде тиісті мамандар болады. Егжей-тегжей талқылап, мәселеңізді қарап шығайық. Хорошо? Иә. Егер халық мұқтаж болатын болса, алсын, ақшаңызды берсін. Дұрыс, қазір. Болмаса бір ген план бар. 13 жыл болды ма, 15 жыл болды ма. Я ол іске аспайды. Дұрыс. Қарайын қазір. Иә, болды ғой енді. Сіз құжатыңызды беріңіз, қарап шығамын. Жеке қабылдайын деп соны шешу керек. Жақсы. Потому что 140 отбасының шаруа қожалығы. Жақсы. Саламатсыздар ма? Мен Қарасу елді мекен Айтекеби ауылынан келіп тұрмын. Менің мәселем біздің көшенің бас жағына үй салынған. Алдында Оразалиев мырзаның алдына да келгем. Қарастырамыз, мамандарым хабарласады деді. Хабарласқан жоқ ешқандай мамандар маған жаңағы мәселені шешуге көмектесем деп айтқан. Ешкім хабарласпағаннан кейін өзім сіздің алдыңызға келіп тұрмын. Сол мәселемді өзіңіз қолға алсаңыз. Сіз салдыңыз ба үйді, біреу салып қойған? Жоқ, біреу жолдың тура басына салып қойған. Ол жер, ол кісі документально алған. Бұрын сол жерде ағайдың көмекшілері айтты, бұрын қызыл жол деген болмаған, красный линия деген. Ана кісі уже красный линия кезінде сот шешімімен сол жерді алған. Ақсу мен Қарасу әкімшілігіне өтінішпен кәдімгідей не тастағанбыз. Қарап шығайық. Айтсам бола ма? Өткенде сіз маған келдіңіз ғой. Содан кейін барып мен жер бөліміне тапсырма бердім. Қазіргі таңда жер бөлімі оны
инспекцияға жіберді, оны анықтау үшін. Себебі ол кісінің өткенде барған кезде қолында толыққанды құжаттары бар, рұқсаты бар, заңды, бірақ қазіргі таңда жер инспекцияға біз келгеніміз кеше ғана бар. Қазір бұл кісілер жаңадан басшы тағайындалған жер инспекциясына Сайлау Қасым деген азамат қарап шығыңызшы мына мәселесін. Жауап беру емес, нақты қарау керек. Енді бұндай мәселе өкінішке орай кезінде үлкен практика болған. Осы 10 жыл бұрын Шымкент қаласында әкім орынбасары болып жұмыс жасаған кезде сондай көптеген достық бар, асар бар, көшенің дәл қақ ортасында үй салған сондай фактілер көп болған. Сондай мәселелер тұрған. Қарап шығайық оны. Жақсы рахмет. Саламатсыз ба, құрметті Мұрат Нұрғойұлы, құрметті Майра Мұхтарұлы, құрметті Сайрам ауданының тұрғындары. Қазіргі кездесуде сізбен біз облыс әкіміне, аудан әкіміне ұсынып отырған барлық мәселелердің негізі аудандық және облыстық бюджеттің кірістер бөлігіне байланысты болып есептеледі. Қазір облыс әкімінің есебін тыңдап отырып, Түркістан облысының 2026 жылда жарты жылдығында 127% экономикалық әлеуметтік өсу қарқынын көріп, республикада бірінші орынды иеленіп отырғанға біз қуаныш болып отырмыз. Ол жұмыстарыңыз үшін сіздерге Сайрам ауданы тұрғындары атынан алғысымызды айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызда сәттілік тілейміз. Құрметті Мұхаммад Оралбайұлы. Сайрам ауданының ең үлкен ауылдардан бірі болып есептелетін Қарабұлақ ауылының тұрғындары 2026 жылдың мамыр айында сайлауда қатысып, әкімдерін сайлап алды. Жаңадан сайланған әкім Сайрам ауданы әкімімен бірлесе отырып, заң мен тәртіпті өз алдына мақсат үстемділікті қойып, Қарабұлақ ауылында Таза Қазақстан акциясы, Мөлдір бұлақ акциялар аясында көптеген жұмыстарды атқарып келіп жатыр. Ауылдың тазалығы толығымен қолға алынды. Аудан әкімі айына 3-4 рет келіп ауыл тұрғындарымен кездесіп, олардың өзекті мәселелерін түсіндіріп, насихаттап, көңілдеріне шығып отырғанын біз көріп отырмыз. Қазіргі таңда Мөлдір бұлақ программа акциясы аясында Қарабұлақ ауылында 8 бұлақ кейбір азаматтар тарапынан заңсыз иеленген бұлақтар көзі ашылып, халық игілігіне тапсырып, абаттандыру жұмыстары жүргізіліп отыр. Ал енді біздің айтатын сізге ұсынысымыз, Ақшыкенттің ақсақалымыз айтты, КХ3 автожолы аяқталды. Ол ақсақал өзінің көшесінен өткен Батыс Еуропаға деген бөлігін аяқталғанға қуанып отыр. Ал КХ4 автокөлік дәлізі жолы ол Көксейіктен басталып, көшелес Алғабас ауданының Шаян ауылына дейін барады. Қазіргі таңда ол жерде 4 ауданды бірлестірілген үлкен жол бөлігі болып есептеледі. Әсіресе Қарабұлақтан Шаянға дейін баратын болсаңыз, қазір ол мүлдем бүгінгі талаптарына жауап бермейді. Біздің алған мәліметімізге сай, Түркістан облыс автомобиль жолдары басқармасы тарапынан 2028 жыл ол жол Шаянға дейін күрделі жөндеу жоспарына енгізілген. Енді біз ұсынатынымыз қазіргі заман талаптарына сай ол жолды күрделі емес, қайта құру, реконструкцияны қарастыру бойынша тиісті басқарма тарапынан аудан әкімшілігі, автомобиль жолдар бөлімі, Түркістан облысы автомобиль жолдар басқармасы, ауыл әкімшіліктерімен бірлесе отырып, ол жолға талдау жұмыстары жүргізілсе. Мүмкіншілік болса, реконструкция үшін жобалық сметалық құжаттар дайындалып, сол Ақшыкенттегідей 4 жолақты жол істеп берілсе, біз алғысымызды айтамыз. Рахмет. Енді өте дұрыс айтып жатсыз. Жылдан жылға Сайрам ауданы әлеуеті өсіп келе жатыр. Өзіңіз білесіз, 1000 мегаваттқа ПУ құрылысы жүріп жатыр. Биыл жылы толықтай құрылысы аяқталатын болады. Енді жылы толықтай Пускиналар іске қосылатын болады. Ол дегеніміз Сайрам ауданының салық базасы ұлғаяды. Мен бағана айтқандай, былтыр жылы, алдағы жылдары салықтар, мысалы, облыс деңгейінде кететін салықтар аудан деңгейінде қалады. Ол дегеніміз аудан әкімі бар, аудан мәслихаттың төрағасы отыр қасыңызда. Осы екі азаматқа көбінесе байланысты болады. Келесі жылдан бастап. Құрметті аудан тұрғындары,
Hürmetli jernalistler, 90 ağız sözge толықтай түйін жасайтын сәт туды. Ya dürüst. Қолдарыңызды жайсаңыздар бір батам yapmayсın. Amin. Amin. Киелі Түркістан өңірін түлетуге ерекше еңбек сіңіріп, көптеген игі істер атқарған облыс әкімшілігіне, соның ішінде Сайрам ауданының әкімдігіне үлкен алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Енді мынау алдымызда үлкен науқан келе жатыр. Сол науқанда құрылтай сайлауына бәрімізді бір кісідей жұмылып атсалысып, жылдағы өткен сайлаулар сияқты жоғары деңгейде өткізуге бәрімізді атсалысады деп сендіреміз. Мына аудан әкімшілігіне, облыс әкімшілігіне күш-қуат, қажыр-қайрат, ақыл сана, пайым парасат, мейір шапағат тілей отырып, алдағы жұмыстарына тек қана табыс тілейміз. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Аумин. Аллаху акбар.